Біз қазір екінші залда тұрмыз. Екінші зал жердегі тіршіліктің пайда болу залы. Жер тарихындағы алғашқы дәуір Кембрий дәуірі деп аталады. Кембрий дәуірінде тіршілік тек қана су астында болған, яғни медузалар, губкалар, трилобиттер өмір сүрген. Алдарыңыздағы витриналарда сіздер трилобиттердің әктастағы іздерін көрсеңіздер болады. Сонымен қатар келесі дәуір бізде Девон дәуірі деп аталады. Девон дәуірін біз балық ғасыры деп атаймыз. Себебі осы кезде ең алғашқы балықтар өмір сүре бастаған. Егер де Кембрий дәуірінде тіршілік су астында болса, Девон дәуірінде мұхиттар артқа жылжып, құрлықтар пайда бола бастайды. Құрлықтардың кейбір жерлерінде жай-жалап өсімдіктер құлаш жая бастайды. Сіздер диорамадан ең үлкен саршаян птеригатусты көрсеңіздер болады. Яғни аяқтарының қысқыштарының ұзындығы 2 метрға дейін жеткен екен. Келесі дәуір бізде көмір тас көмір дәуірі деп аталады. Яғни өзі аты айтып тұрғандай, осы кезде Қарағанды көмір бассейні дамый бастаған. Оны диорамада орналасқан ең үлкен, ең ұзын ағаш лепидендрон ағашынан көруге болады. Осы көмір тас көмір кезеңінде бізде инеліктер, кенелер пайда бола бастады. Ең алып инелікті сіздер диорамадан көре аласыздар, қанаттарының ұзындығы 2 метрға дейін жеткен. Ал менің алдымдағы витринада осы лепидендрон ағашының діңгегін көрсеңіздер болады. Діңгекке қарап тұрсаңыздар, өздері көмірге ұқсағанын көруге болады. Яғни осы лепидендрон ағашының діңгегінен біздің Қарағанды көмір бассейні бастау алған. Келесі кезекте неоген дәуірі. Неоген дәуірі қазіргі біздің ауа райға өте ұқсас болып келеді. Неоген дәуірінде аңдар, құстар пайда бола бастаған. Яғни диорамада сіздер қоқиқаз құсын көрсеңіздер болады. Яғни қоқиқаз құсының ерекшелігі сол кездегі қоқиқаз құстарының тұмсықтары сыртқа қайырылып келсе, қазір ішке қайырылып келеді. Ал сіздердің алдарыңыздағы витринада тұрған сүйектер, қалдықтар, яғни антропоген кезеңінде әлемді мұз басып жатқан кезде Қарағанды облысында өмір сүрген алып жан жануарлардың қалдықтары мен сүйектерін көруге болады. Олардың бірі тур өгізінің мүйізі, яғни тур өгізі дегеніміз қазіргі ірі қара малдың арқатасы. Сонымен қатар жылқының жілігі, мамыттың азу тісін көруге болады. Испалин бұғысының мүйізінің 1/4 бөлігін көрсеңіздер болады. Бизонның бас сүйегі, триготерепілінің иық сүйегін көруге болады. Бюстпелінің бас сүйегін, сонымен қатар Жанарқа ауданынан табылған мамонттың мүйізін көрсеңіздер болады. Яғни бұл сүйек қалдықтардың барлығы мұз кезеңінде біздің Қарағанды облысында өмір сүрген жан жануарлардың қалдықтары. Келесі витринада біздің пайдалы қазбаларымыз туралы баяндалады. Өздеріңіз білетіндей, Қарағанды облысының негізгі пайдалы қазбасы ресурстарының бірі көмір болып табылады. Көмірді біз тек қана отын ретінде ғана пайдаланбаймыз, одан әртүрлі заттар аламыз. Яғни оның сіздер жаңағы витринадан көрсеңіздер болады. Витринада орналасқан 10 прибордың ішіндегі барлығы көмірді кокстау, өнімдеу арқылы алынған бензин, смола, май сияқты өндірістік заттар болып табылады. Келесі кезекте карта көрсетілген витринада, яғни картада сіздер Қарағанды облысының қай мекенде, қай жерінде қандай пайдалы қазбалар алынатынын көруге болады. Сонымен қатар біздің облыстың таулы аймақтарында кварц тастар кездеседі, яғни бұл тастарды біз көзімізге киетін линза жасауға қолданамыз. Сіздердің алдарыңызда витринада энтомологиясы баяндалады. Қарағанды облысында, яғни энтомология дегеніміз шыбын-шіркейлерді зерттейтін ғылым. Әлемде 2 миллионнан астам шыбын-шіркейдің түрі бар. Ал сіздердің алдарыңызда облысымызда тіршілік ететін шыбын-шіркейлерді көруге болады. Бұл жерде қуыршақтардың, көбелектердің әртүрлілерін, адам өмірінде зиянды, зиянсыз аралардың түрлерін көруге болады. Бұл жерде ең ерекше атап кететін 90-91 номерде Колорадо қоңызы деп аталады. Яғни ауыл шаруашылығына өте зиян келтіретін картоп жығыш қоңыздардың бірі. Сонымен қатар 113 номердегі қоңызға назар аударсаңыздар, бұғы қоңыз деп аталады, яғни Қазақстанның заңы бойынша қорғауға алынған қоңыздардың бірі болып табылады. Келесі кезекте біздің алдымызда Қарағанды климаты баяндалады, яғни Қарағанды климаты тым континенталды болып келеді. Алдарыңыздағы тұрған әйнектің ар жағында, яғни ең алғашқы Қарағанды климатын есептегіш құралдарды көрсеңіздер болады. Олардың бірі күн сәулесінің ұзақтығын есептейтін әмбебап гелиограф, яғни шыныдан жасалған шар фокусына түскен күн артындағы картон жағылады, яғни картонның жағылған ұзақтығынан күннің түсу ұзақтығы есептеледі. Сонымен қатар жауын-шашын мөлшерін есептегіш құрал, онда қыздың қоңырқай шаш алынған қарап тұрсаңыздар. Сонымен қатар витринада Қарағанды қаласының 2 метр тереңдікте қазылып алынған топырағының үлгісін көрсеңіздер болады.